бұл олимпиада емес, бұл чемпионат мира емес, бұл UFC, MMA. Бұл жерде боецтар, дұрыс айтасың, бірақтан да айналайын хейтер жандар. Бұл деген біздің отандастарымыз, біздің қазақ боецтар шығып, мынандай номер 1 лигаларда өнерін көрсетіп жатыр, маңызды жекпе-жектер. Бұрында мен армандайтынмын, 2011, 2014 Хабибтар енді шығып жатқан кездер, Конор әлі шықпаған. Сол кезде мен армандайтынмын, біздің қазақтың боецтер қашан шығады екен деп. Міне Құдайға шүкір осы күнге жеттік ағайындар. Қуану керек деп ойлаймын, өзіміздің боецтар үшін маңызды жекпе-жектер. Сәттілік тілеп отыру керек біз бұларға. Сол ағайындар, мен сияқты ММА жанкүйерлері қаншада басталады екен деп көп адамды және жазып жатыр комментарияға. Қаншада басталады, қай жерден көреміз деп. Қай жерден көретінін мен қазір соңына қарай айтайын, Қазір мына қаншада басталады, қай күні дегенге мынау біздің Бекзат Алмахан бауырымыз мына осы уақытта шығады. Мынау сағаты, мынау күні. Дұрыстап қарап алыңыздар, Одан кейін Асу бауырымыз шығады. Міне анау жазылып тұр тоже төбе жағында, мінекей. Мен саусақпен көрсетіп отырмын. Міне осы уақыты, күні дегендей ғой. Дәл келесі күні Саламат Исбулаев шығып жатыр. Мінекей қараңыздар. Күні и уақыты міне қарап алыңыздар. Мен бұйырса ағайындар міне осы инстаграмда иногда прямой эфир қосып қоямын. Прямой эфирді көрсетемін, бірақ бұл жол кішкене ауырлау болып тұр ағайындар. Алдыңғы видеода да айтып отырмын, қазір де айтып отырмын, барлығы түсінсін деп. Осы менің инстаграмым, осында иногда көрсетемін прямой эфир, иногда банға кетіп қалуы мүмкін. И бұл жол не то что бан, мен өзім Алаш Прайдқа бара жатырмын. Алаш Прайдта да қызықты жекпе-жектер болайын деп жатыр. Міне дәл сол совпадение болып тұр да ше, бәрі бір күнге түсіп қалған ғой, қызықты событиялар міне. Мен осы Алаш Прайдқа барайын деп жатырмын. Алдында да айтып отыр, адамдар қызық емес дейді. Ағайындар, мен сендерге қызық қыламын бұл Алаш Прайд. Сендер әлі боецтер танып жатқан жоқсыңдар. Бұл жерде еркекше айтайын сендерге, мощный боецтер бар. И Құдай қаласа бәрін сендерге таныстырып, күшті проекттер алдыда күтіп тұр Алаш Прайдта ағайындар. Так что Алаш Прайдта да мықты боецтер, мына Исбулаев, Саламат Исбулаев как раз таки осы Алаш Прайдта шыққан. Бүкіл Қазақстан жұлдыздары Алаш Прайдта төгіліскен негізі ше. Так что ағайындар бақылап қарап жүріңіздер. И мен осы жерге жұмыс істеуге баратырмын. 27 күні взвешивание болады, салмақ өлшеу рәсімі, сол менен қолым тисе, мен де сіздерге көрсетуге тырысамын ағайындар жаңағы инстаграмда.